28 май 2022 жыл Павлодар қаласында Кенжетайұлы Қайырбек марқұм бажамның 40-ына келіп отырмын. Мынандай бір бүткіл қазақ халқына керек үрдіс мына Павлодар облысында, басқа облыстарда бар шығар. Бірақ бұл жақтың бір кереметтігі мына қатымхана дейді ғой, мешіттің астында осындай қатымханалар бар. Мынау столға мына көрсетілген нелерден басқа ештеңе қойдырмайды екен. Керемет үрдіс. Сырап дейді ғой, сырап. Мына жерде осындай заң қабылданған, артық ештеңе әкелдірмейді. Міне стол мынандай міне. Жаңағы списте тұрған осындай ғана стол, мүмкін қатымхана. Бір керемет, артық ештеңе жоқ. Осы үрдісті, осы үлгіні басқа Қазақстанның түкпір-түкпіріне тарату керек деп ойлаймын. Өйткені қазір талай жерге барып жүрміз. Қаза болған жерде осындай Құдай тамақ бергенде 40 аста, кейбір региондарда балықтың қара уылдырығына дейін қойып қояды ғой. Мынау Павлодар облысының осындай өздерінің қабылданған шешімі міне. Қай дастарханға барсаңыз да бәрі осындай. Артық ештеңе жоқ. Артық затты әкелдірмейді. Осындай не қабылданған екен. Қалай ойлайсыздар, қалай қарайсыздар? Осы дұрыс па, бұрыс па? Деп түсіріп алды.